орыс тілінде қазіргі кезде жұмыс істеп жатыр. Және де валидатордың несі де жұмыс қызметі тек орыс тілінде. Енді Айзада, адам ретінде сұраймын, ренжіме маған, енді ятың бар шығар, былтыр емес алдыңғы жылы. Сенің алдыңда барлық болды ғой, қосымша келісім шартқа отырамыз, мен 100 рет оны... Қосымша келісім шартқа отырдық қой. Енді Айзада, қандай көз бояушылық болды? Мен бір ай жүрдім құрсоңнан. Қосымша келісім шартта ең алғашқы 13-ші маған берген құжаты болды. Келісім шарттың өзі тек қана орысша болды, масқарашылық. Жақсы прокуратура оны түзетті. Мен сол келісім шарттың бабында... Біз есімізде ме? Кали Акбаровпен бірге кездесіп, автобусный парктың өкілдерімен кездесіп, келіскеніміз бар ғой. Келісім шартты өзгертуге. Өзгертуге, келістік. Нәтижесін сіз білмейсіз ба? Келісім шарттар бекітілді. Но бірақ та, енді сізбен, оны енді сіз бұлай жүйелі түрде жасалып жатыр деген кемшіліктерді қазір айтуға болмайды. Мына біреу сізге қатысты кондуктордардың іс-әрекеті заң түрінде өзінің бір жазасын табады, нәтижесін табады. Мен қазір оны анықтаймын. Айзада, үш сұрағыңызды апай белгіледім. Қазір дайын емеспін. Бірінші, екінші сұраққа, үшінші сұраққа жауап беруге дайын емеспін. Дайын болғанда сізге хабарлаймын. Енді жақсы, Айзада, отыра тұрыңыз. Сіз адам ретінде маған айтыңызшы, адамгершілігіңіз қандай? Мінеки, біз келісімге отырдық, сол өзгеріс енгіземіз деп. Бірақ та қандай келісім? Мен сізге келіп, бір айдай мында болды ма, сондай жұмыс болды. Мен сізге айттым, келісім шартта міндетті түрде енгізу керек бапты, жауапкершілікті мында енгізу керек деп. Көз бояушылықпен, қаншама мен қыр соңынан қалмай жүрдім, сіздің көзіңізше Айзада, сіз білдіңіз соны. Жауапкершілікті анда ешкім қойған жоқ. Сондықтан мына 8-ші тамызда өткен неде, ол маған өтіріктен өтірік, мен тура өтірікші Кали Акбаров деп қойып қойды, мана тікелей эфирда, тікелей эфирда емес, болды видео жазба, мен оны содан кейін ғана шығардым. Айтурызын сөздің қысқасы, жауапкершілікті жүктемегесін олар түкірді қазақ тіліне. Сондықтан мінеке... Барлық келісім шарттар заңға сәйкес болу керек, сіз өзіңіз білесіз, олар тіркеледі, олар тексеріледі. Айзада, заңға сәйкес, жай көз... Заңға сәйкес болу керек, сондықтан мен ойламаймын, келісім шарттарда бір заңға қайшылықтар бар екен. Айзада, заңға қайшылық жоқ, бірақ та онда жауапкершілік жүктелмеген. Қазақ тілінде қызмет көрсетпесе, көлік компаниясы оған жауапкершілік жүктелмеген. Егер графикті өзгертсе, жауапкершілік бар, тағы да бірдеңе. Ол келісім шарттар барлығы тексеріледі. Айзада, сіз неге маған қайталап отырсыз? Сіз немен өзімнің позициямды айтып жатырмын ба? Айзада, сіз түсініп отырсыз ғой? Үш сұрағыңызды апай мен жаздым. Қазір анықтаймын. Жауап болғанда мен сізбен хабарласамын. Айзада, мен осы неден шықпаймын. Сіз сондай, мен білмеймін, ренжімеңіз, орыстар айтқанда дурочку включили деген сөз бар ғой. Келісімшарт заңды, келісімшартқа қосымша заңды. Заңды келісімшартта жауапкершілікті қарастыратын бап болады, қарастырмайтын бап болады. Сонда өткізіп жібердіңіз қарастырмайтын бапты. Нәтижесінде қалай мен 18 жыл мінеки тірәтіріңіз қазақ тілін талап етіп отырмын. Дәл сондай қазақ тілін мен тек қана бір ұрып соққанын айтып отырмын. Қаншама менде видео шығарылмаған, қалай орыс тілінде қызмет бірде-бір тапжылған жоқ, так орыс тілінде қызмет, ылғи да орыс тілінде қызмет. Маршруткада, автобуста, валидаторда қазір қосып жатырмыз дейді, маршруткада кондукторлар жоқ қой. Валидатор жүргізушіге төлеуіміз керек. Жүргізушілер айтады, автобустардың аялдамасын. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мінеке, Айзада, сол бәрлігі... Автобустарда автоматтық түрде, екі тілде... Айзада, мен сізге маршрутка туралы айтып тұрмын. Қашан сол автоинформатор? Қазір Павлодар қаласында көбінесе үлкен автобустар жүреді ғой, үлкен маршруттық автобустар.
Айзада, бізде үлкен автобустар да бар, бізде маршруткалар да бар. Сіздер, мінекей, 18 жыл, мен қазақ тілін талап етіп жатырмын, 18 жылда, Айзада, сіздер 2 сөз жаттатып алмадыңыздар. Сіздер одно и то же дейді ғой орысша, компаниялар өтеді бізде. ТО автокомбинат, жауапкершілік шектеулі серіктестігі, автопарк, ол барлығы менің ойымша қолдарынан ұстап алған жоқпын. Тоқаев мырза жаңа Қазақстан орнатамын десе, түп тамырмен тексеру керек. Неге? Жылдар бойы, 20 шақты жыл, одни и те же дейді ғой, әйтеуір бір компаниялар ылғи өтеді. Үлкен откат алса, мысал үшін, мен қалай айтушы едім, ай, сен қазақ тілін, ауыз қожайын айтады, мен итаки саған мысал үшін соншама откат бердім, қайдағы саған қазақ тілі? Вот солай, 18 жаста тірәтіңіз, басқа логикалық жағдай, кешіңіз, логикалық жағдай жоқ ешқандай басқа, соншама өзінің ұлтына, олар жаума, ата бабасына жаума, 2 сөзді, мінекей, 17 жыл үйретпеген, Айзада. Енді мен қазір мен сіздің осы кімдіктен кетпеймін, шешіңіздер. Мен автобустан анықтаймын, жаңағыны айтып отырсыз. Жауап дайын болғанда сізге хабарласыңыз, мен осыдан кетпеймін. Автобуста, мінекей, мынаны қазір звондаймын, қазақша автоответчик маған айтпағанша, автобуста валидаторда қазір өйткені мен мінекей августтан бастап неше ай жүрмін. Августтан бастап бәрін түзетуге болушы еді. Енді сол үшін мен келдім. Жайдан жай келе қоймаймын. Қатысты күмәндарыңыз болса, тиісті құқықтық органдарға өтініш беріп, өзіңіздің арызыңызды беруге сіздің мүмкіншілігіңіз бар. Ешкім сіздің қолыңыздан қақпайды. Егер де басқа күмәндарыңыз болса. Өкінішке орай, сұрақтарыңыз болса, өкінішке орай, сұрақтарыңызға жауап. мен мысал үшін қазір с удовольствием дейді ғой, мына Байхановты сотқа беруші едім. Өкінішке орай біздің мемлекетте соны жеңіп шығу мүмкін емес. Так, мен қазір туалетке барғым керек. Ой, кешірім сұраймын. Мен тікелей эфирде отырмын ғой. Жақсы, тікелей эфирді қазір нетем, бірақ та әкімдікте отырам осылай. Таратыңыздар.